Жазғытыры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамзаттың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше рет қайтарып, ойлану керек. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншыл күлкішілдік. Я бір нәрсеге құмарту, я бір нәрсеге қайғыға салыну секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Өлсе өлер, табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы. Өлмей тұғын артында сөз қалдырған. Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған челленджді Атырау облыстық Шаймардан Сәриев атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінен қабылдап алып, келесі Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығына жолдайды.